Үйсіз, жас өспірім өз өмірін қатерге тігіп, өртеніп жатқан үйден кішкентай қызды құтқарып қалды да, із-түзсіз жоқ болып кетті. Арада 10 жыл өткенде ол жұмысқа орналасу үшін сұхбатқа келіп, бастықтың үстеліндегі өз суретін көріп, сілейіп тұрып қалды. Құрметті достар, жалғастырмас бұрын, бізді әлемнің қай түкпірінен тамашалап отырғаныңызды және жасыңызды жаза кетіңіз. Тыңдауларыңызға сәттілік тілейміз, Ратников мырза. Сізді Нұрила Болатқызы қабылдайды. Ғабит ұйқыдан оянғандай селт ете қалды. Құжаттар салынған папка суланған алақанынан сырғып кете жаздады. Ол саусақтарының дірілін байқатпауға тырысып, оны нықтап ұстады. Мінсіз сұр костюм киген 20-лардағы хатшы қыз оған кәсіби салқын қандылықпен қарап тұрды. Оның жанары Ғабиттің тозған джинсы шалбарына түсіп, мұқият үтіктелгенімен, Савелов базарындағы киім-кешек дүкенінен 2000 теңгеге сатып алынған жейдесіне біраз кідіріп қалды. Ғабит орнынан көтерілді, аяқтары қорғасындай ауырлап кеткендей болды. Рахмет, деді ол сыбырлап, бірақ даусы тым қарлығып шыққанын сезіп, тамағын кенеді. Рахмет. Лазарев Solution компаниясының қабылдау бөлмесі болашақ туралы фантастикалық фильмнің декорациясына ұқсайтын. Шыны қабырғалардың арғы жағынан қала өзені мен іскерлік орталықтың зәулім ғимараттары көрініп тұр. Дизайнерлік жиһаздар, піл сүйегі түстес бұлғары креслолар және ешкім оқымайтын журналдар қойылған аласа шыны үстел. Бұл ғимарат 2012 жылы ескі машина жасау зауытының орнына салынған Riverside Tower бизнес орталығының 23-ші қабатында орналасқан еді. Ғабит сұхбатқа дайындалып отырып, түнде ғимараттың тарихын оқыған болатын. Оған әрқашан ескінің орнына жаңаның келгені, заман ауысса да, жадының өшпегені ұнайтын. Бірақ қазір қымбат кофе иісі аңқыған, жарығы баяу дәлізбен хатшының соңынан еріп келе жатып, ол тек бір нәрсені ойлады. Шалынып кетпесем екен, ақмақ көрінбесем екен, бұл жұмыстың маған қаншалықты зәру екенін білдіріп алмасам екен. Кабинеттің есігі дыбыссыз ашылды. Ғабит Леспекұлы, өтіңіз. Нұрила Болатқызы Қайыпова, кадр бөлімінің басшысы. Қатал үлгідегі көйлек киген 38 жастағы әйел қолын созды. Қол алысуы нық, іскерлік сипатта болды. Жүзі жағымды, бояуы шамалы, ал қоңыр көздерінен адамды іші бауырымен танып қоятын әдет байқалады. Ғабит еріксіз ішін тартып, иығын тіктеді. Әскер оны арқасын тік ұстауға үйреткен. Отырыңыз, деді Нұрила Болатқызы үстелге қарама қарсы тұрған орындықты нұсқап. Өзіңізді еркін сезініңіз. Айтуға оңай. Ғабит орындықтың шетіне жайғасып, папканы тізесіне қойды. Кабинет қабылдау бөлмесінен кішірек болса да, өте талғаммен безендірілген. Ашық түсті ағаш, панорамалық терезе, персоналды басқару туралы кітаптар жиналған сөрелер. Үстелдің үстінде компьютер мониторы, құжаттар жинағы және күміс шақтаулы сурет тұрды. Нұрила Болатқызы планшетін ашып, экранын саусағымен сырғытты. Сіздің түйіндемеңіз маған әсер етті, деді ол бірден іске көшіп. Стандартты емес жол. Әскери қызмет. Соңғы 6 жылда жүк тасушы болып істегенсіз. Сонымен қатар бағдарламалау бойынша онлайн курстар оқығансыз. Системдік әкімшілендіру бойынша сертификатыңыз бар екен. Ол басын көтеріп, тіке қарады. Неге дәл біздің компанияда жұмыс істегіңіз келетінін айтып беріңізші. Ғабит шытынды. Тамағы құрғап кетіпті. Ол бұл сұраққа дайындалған болатын. Плиткалары шытынаған, айнасы ескірген кішкентай жуынатын бөлмеде айнаның алдында жауабын қайталап жаттыққан. Мен білімімді іске асырып, кәсіби тұрғыда өсетін жер іздеп жүрмін, деп бастады ол, жаттанды болып көрінбеуге тырысып. Сіздердің компания саласындағы көшбасшылардың бірі. Мұнда саланы шынымен өзгертетін жобалар жүзеге асады. Мен соның бір бөлшегі болғым келеді. Үйренуге, қажет болса, басқалардан көбірек жұмыс істеуге дайынмын. Неге біз дәл сізді таңдауымыз керек? Нұрила Болатқызы күлімдеген жоқ, бірақ даусында дұшпандық та жоқ. Тек кәсіби қызығушылық байқалды. Бұл орынға 17 үміткер болды. Көбінің жоғары техникалық білім мен беделді жоғары оқу орындарының дипломдары бар. Міне, сол сұрақ. Ғабит папканы қаттырақ қысты. Картонның саусақтарының астында майысқанын сезді. 3 қасиет, деді ол ақырын ғана, сосын нық әрі сенімдірек қайталады. Мен сіздерге ұсына алатын 3 қасиетім бар. Біріншісі,
Үздіксіз өзін-өзі дамыту. Мен 12 сағаттық жұмыстан кейін түнде оқыдым. Ұйқыға бар болғаны 2-3 сағатын қалғанда не маңызды емес екенін тез түсінесің. Мен уақытымды босқа өткізген жоқпын. Әрбір бос минутымды курстарға, тәжірибеге және жаңа бағдарламалау тілін үйренуге жұмсадым. Нұрила Болатқызы бірдеңе жазып алып, басын изеді. Екіншісі. Ұсақ түйекке дейін мән беру. Мен басқалар байқамайтын дүниелерді көремін. Мысалы, оның даусынан қызығушылық байқалды. Ғабит еркін тыныс алды. Ол кабинетке алғаш рет қарағандай жан-жағына көз тастады. Жанары кітап сөрелерінен өтіп, үстелдегі планшетке тоқтады. Көзін сығырайтып қарады. Планшетіңіздің қасындағы қалам. Паркер Сонет. Жанында болаттан жасалған гравировкасы бар. Мәтінін бұл жерден көре алмаймын, бірақ әріптердің формасы оның 15 жыл бұрын, бәлкім 2010 жылы сыйланғанын көрсетеді. Сыйға тарту жазуы бар. Демек, осы уақытқа дейін пайдаланып жүргеніңізге қарағанда, ол сіз үшін өте құнды. Тыныштық орнады. Нұрила Болатқызы сілейіп қалды. Саусақтары планшеттің үстінде қозғалыссыз қалды. Ол басын баяу көтерді, жүзінде кәсіби кейпіне қайта оралғанша бір сезім жылт етіп өтті. Әсерлі, деді ол ақырын. Бұл қалам. Иә, 2010 жылы қызметім жоғарылағанда атанам сыйлаған болатын. Ол креслосына сүйеніп, оған мұқият қарады. Ал үшінші қасиетіңіз? Ғабит бір сәт ойланып қалды. Үшіншісі ең қиыны еді. Ол шынайылықты талап ететін, ал бұл шынайылық оған қарсы жұмыс істеуі де мүмкін еді. Құлай білу және қайта тұра алу, деді ол ақыры. Өмір мені талай рет сүріндірді, бірақ мен әр кез қайта тұруды үйрендім. Бұл ешқашан құламағаннан да маңыздырақ. Нұрила Болатқызы оған ұзақ қарады. Ғабит тіпті маңдайынан тер шыққанын сезді. Кейін әйел жымиды. Сұхбат басталғалы бері алғаш рет. Шынайы, жылы жымиыс. Рахмет, Ғабит Лесбекұлы. Енді техникалық жағына көшейік. Қандай әкімшілендіру жүйелерін оқыдыңыз, қандай операциялық жүйелермен жұмыс істедіңіз? Келесі бір сағат түс сияқты зымырап өтті. Сұрақтар, жауаптар, қағаз бетіндегі практикалық тапсырмалар, логиканы тексеру, шешім іздеу қабілеті. Ғабит қолының әлі де дірілдеп тұрғанын, жейдесінің астынан арқасы терлеп кеткенін ойламауға тырысып, жауап беріп жатты. Ол Linux туралы, серверлерді баптау туралы, 25.00 теңгеге сатып алған ескі ноутбугінде қателерді қалай түзетуді үйренгені туралы айтты. Нұрила Болатқызы тыңдап отырып, басын изеп, кейде нақтылайтын сұрақтар қойып отырды. Ал Ғабит оның көз қиығымен өзінің қолдарына, еңбекпен шыққан мүйізгектеріне, бірақ ұқыпты алынған тырнақтарына қарап отырғанын байқады. Ол Ғабиттің тозған джинсы шалбарына емес, мінсіз үтіктелген жейдесіне қарап отырғанда еді. Тамаққа ақшасы әрең жетіп тұрса да, сырт келбетіне бей-жай қарамайтын адам. Бәрі аяқталғанда Нұрила Болатқызы орнынан тұрып, қайтадан қолын созды. Келгеніңізге рахмет, Ғабит Лесбекұлы. Біз сізбен бір аптаның ішінде хабарласамыз. Стандартты тіркес. Сыпайы, бейтарап, ештеңе уәде етпейді. Ғабит ішінен бірдеңе үзіліп кеткендей сезінді. Ол бұл интонацияны жақсы білетін. Бетке айтып бас тартқысы келмегенде осылай дейді. Бір апта деген, ешқашан деген сөз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет, деп жауап берді ол, даусын дірілдетпеуге тырысып. Дәліз, лифт, көшеге шығатын шыны есіктер. Тамыздың қапырық ыстығы бетті шарпыды. 32 градус. Ауа қою, ауыр, қызған асфальт пен көлік түтінінің иісі шығады. Ғабит ғимараттың қабырғасына сүйеніп көзін жұмды. Бүкіл денесі ширығудан сыздап барады. Болмады. Ол мұны іштей сезді. Тым биікке қол созды. Әлемге әйгілі компаниясына кіргісі келген базардың жүк тасушысы. Күлкілі. Рауандікі дұрыс еді. Олар сияқтыларды ол жерге алмайды. Метро оны қапырық ыстығымен жұтып қойды. Домодедовоға дейінгі жасыл желі, адамдар сірескен вагон ішіндегі 40 минут. Тер иісі, арзан әтірмен шаршау. Ғабит есіктің жанында тұтқадан ұстап, қараңғы әйнектегі өз бейнесіне қарап тұрды.
Жүзі қуқыл тартқан, көздері шүңірейіп кеткен. 27 жаста болса да, 35 тегі адам сияқты көрінеді. Метродан үйге дейін тағы 15 минуттық жол. 80-ші жылдары салынған көп қабатты үйлер, қабырғаларының бояуы көшкен, ойын алаңдарындағы тот басқан әткеншектер. Ғабит 9-шы қабатқа жаяу көтерілді. Лифт бір ай бұрын бұзылған, ешкім жөндемеген. 6-шы қабатта тоқтап, қабырғаға сүйеніп демалды. Үйінің есігін ашқанда, Рауан диванда іш киіммен отырып, телефонына үңіліп отыр екен. Теледидардан үй жөндеу туралы бағдарлама жүріп жатты. Жүргізуші 500 мың теңгеге ас үйді қалай өзгертуге болатынын ерекше құлшыныспен айтып жатыр. Күлкілі. Олардың Рауан екеуінің айлық табысы бар болғаны 350 мың, оның жартысы бұрыштарын көгерткен осы 2 бөлмелі пәтердің жалдау ақысына кетеді. Оралдың ба? Рауан басын көтерді, жанарынан келемеж байқалды. Ал арманшыл, зәулім ғимараттағы сұхбатың қалай өтті? Директордың креслосын ұсынды ма? Ғабит ас үйге өтіп, шүмектен су құйып алды. Судан тат иісі шығып тұр. Бір деммен ішіп салды. Қалыпты өтті. Қалыпты. Деп Рауан оны мазақтады. Яғни, сыпайы түрде сау бол деді ме? Иә. Біз сізге хабарласамыз деді. Солай деді. Бірақ біліп қой, олар хабарласпайды. Рауан орнынан тұрып, омыртқасын сықырлатып керілді. Қарны шығып, бұлшықеттері босап кеткен. 28 жаста болса да, өмір оның бар шырынын сорып алғандай көрінеді. Біз сияқтыларды ол жерге алмайды, Ғабит. Алмайды. Осыны түсінші ақыры. Біз жүк тасушымыз. Арқамызда ауыртып, тер төгіп, тиын тебен аламыз. Біздің деңгейіміз осы. Көн соған. Ғабит оған қарай бұрылды. Кеудесінде ашу, реніш пен шаршау қайнап жатты. Бәрі араласып кеткен. Сен көндің, Рауан. Бұл сенің таңдауың. Ал мен көнбеймін. Неге көнбейсің? Рауан жақындап келді, даусынан суық үн шықты. Сен өзіңді ерекшемін деп ойлайсың ба? Интернеттен курс оқығаның үшін саған жол ашық деп ойлайсың ба? Ол мұнараларда беделді университеттерді бітіргендер жұмыс істейді. Сен кімсің? Үйсіз қалған бұрынғы солдат, жүк тасушы. Кімге керексің? Аузыңды жап. Жаппаймын. Досың ретінде айтып тұрмын. Аспанда ұшқаныңды қой. Өзіңе қиын қыласың. Қоймадан ба, басқа жерден бе оңайырақ жұмыстап. Қалыпты ақша төлейді, тыныш өмір сүр. Саған бұл арманның не керегі бар? Ғабит оған қарап тұрып, бір нәрсені анық түсінді. Рауан қорқады. Ғабиттің бұл батпақтан суырылып шығып кетуінен қорқады. Сонда Рауан жалғыз қалады. Біреудің өмірін өзгерте алатынын көруден қорқады, өйткені бұл оның да қолынан келер еді, бірақ ол қарамады, тәуекел етпеді. Арман. Деп қайталады Ғабит ақырын. Менде бар болғаны осы ғана. Егер одан айырылсам, өлемін. Бірден емес, бірақ өлемін. Саған айналамын. Кешкісін сыра ішіп, сериал қарап, өмірге шағымданып отыратын боламын. Бірақ мен оны қаламаймын. Түсіндің бе? Қаламаймын. Ол өз бөлмесіне өтіп, есікті тарс жапты. Бөлмесі өте тар еді. Төсек, үстел, ескі орындық. Үстел үстінде код жазылған стикерлер, жапсырылған ноутбук. Қабырғада сұхбатқа дейінгі күндерді сызып тастап отырған күнтізбе. Ғабит шешінбестен төсекке жата кетті. Қапырық ыстық тынысты тарылтады. Терезесі тас жолға қараған, терезе жабық болса да, көліктердің гуілі мен көрші аулада мастардың айғайы естіліп тұр. Ол көзін жұмды. Естеліктер оны өткенге жетеледі. Жас өспірім кезінде ол төсекте емес, көпір астындағы картонның үстінде жататын. Қараша айы, аяз, суық жел сүйектен өтетін. Ол супермаркеттерден нан мен консерві ұрлап, подъездерде тамақтанатын, қай жерде болса, сонда ұйықтайтын. 17 жасында үйден қуылған, көк тиыны жоқ бозбала еді. Кейін әскерге кетті. 18 жасқа толғанда әскери комиссариатқа барып. Мені алып кетіңіздер деді. Оны алып кетті. Зымыран әскерлері, қатал тәртіп.
Сонда ол арқасын тік ұстауды, бұйрыққа бағынуды, жүйеге сенуді үйренді. Сол жерде ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет жалғыз емес екенін сезінді. Қасында өзі сияқты сарбаздар бар, егер құласаң, олар демеп жібереді. Әскер оны құтқармаса да тыныстауға уақыт берді. Ойлануға мүмкіндік берді. Кейін 6 жыл жүк тасушы болып істеді. Мәскеудің оңтүстік шығысындағы базар. Сасық иіс, батпақ, дөрекі әзілдер. Бірақ ақша бар, баспана бар және түнде оқитын курстар бар. Ол нанның шетін қалай мүжісе, бағдарламалаудың қиындықтарын да солай еңсерді. Көшеде қалған сол бір қорқынышты айларда берілмегенде, қазір тіпті берілмеуі керек. Қабырғаның арғы жағынан Рауан теледидардың даусын қаттырақ шығарды. Ғабит жастыққа бетін басты. Мен берілмеуім керек деп ойлады ол. Хабарласпаса да, бас тартса да мен басқа жол табамын. Қараңғылыққа сыбырлап. Мен берілмеймін деді ол бойтұмардай қайталап. Терезе сыртында жедел жәрдем сиренасы ұлып, түн қаланы ауыр жамылғымен жауып тастады. Таңертеңгілік үмітпен шаршаудың иісі сезілді. Ғабит қызанақ толы жәшікті тасып жүргенде, қалтасындағы телефоны дірілдеді. Таңғы сағат 7:15. Базар гу-гу етеді. Саудагерлер айғайлап жатыр. Жүк көліктері гүрілдеп, тауар түсіруде. Ғабит жәшікті асфальтқа қойып, алақанын джинсына сүртті. Бейтаныс нөмір. Әдетте ол тұтқаны көтермейтін. Көршісінің берешегі үшін коллекторлар қателесіп мазалай беретін. Бірақ кеудесі бір нәрсені сезгендей болды. Ішкі түйсігі. Көтер деп сыбырлады. Алло, Ғабит Леспекұлы. Қайырлы таң. Нұрила Болатқызы Қайыпова мазалап тұр, Лазарев Solution компаниясынан. Дүние шыр айналып кеткендей болды. Ғабит құлап қалмау үшін жүк көлігінің бүйірінен ұстай алды. Айналада адамдар айғайлап, ұрсысып жатты, бірақ ол тек әйелдің даусын ғана естіді. Салмақты, іскерлік дауыс. Иә, тыңдап тұрмын деді ол, дауысы дірілдеп. Менде жақсы жаңалық бар. Сіздің кандидатураңыз мақұлданды. Біз сізге кіші жүйелік әкімші, системный администратор лауазымын ұсынуға дайынбыз. Бүгін сағат 14:00-де құжаттарыңызбен келе аласыз ба? Ғабит үнсіз қалды. Сосын тағы біраз үндемеді. Басында. Бұл әзіл немесе түс шығар деген ой қалт етті. Кеше ол бәрі бітті деген сеніммен жатқан еді. Ал енді. Ғабит Леспекұлы, мені естисіз бе? Иә, кешіріңіз. Ол жұтынды. Тамағы кеуіп кетіпті. Мен барамын. Міндетті түрде барамын. Рахмет. Үлкен рахмет. Олай болса кездескенше. Жеке куәлігіңізді, әскери билетіңізді және еңбек кітапшаңызды ала келіңіз. Тұтқадан қысқа дыбыстар естілді. Ғабит базардың ортасында телефон ұстап тұрды да, жүзіне баяу жымиыс үйірілді. Ол жұмысқа орналасты. Оны алды. Ей, Ғабит, неге тұрып қалдың? Деп айғайлады бригада жетекшісі, елулердегі Вадим есімді кісі. Жәшіктер өзінен өзі түспейді. Вадим аға, Ғабит оған қарай бұрылды, кеудесінде қуаныш кернеп тұрды. Мен жұмыстан шығамын. Неге шығасың? Бүгін соңғы күнім. Вадим аға оған жынды адамға қарағандай қарады. Сенің басың істей ме? Қайда барасың? Арманымдағы жұмысқа деп жауап берді Ғабит және балаша сыңғырлап күлді. Мен арманымдағы жұмысқа кетіп барамын. Сағат 14:00-де Ғабит Нұрила Болатқызының кабинетінде тұрды, оның алдында еңбек шарты жатты. Ол асықпай, мұқият оқыды, бірақ жүрегі кеудесінен шығып кетердей тулап жатты. Сынақ мерзімі 3 ай деді Нұрила Болатқызы жолдарды саусағымен көрсетіп. Жұмыс уақыты 9:00-ден 15:00-ге дейін. 5 күндік жұмыс. Жалақысы 250.00 теңге. Егер сынақ мерзімінен сәтті өтсеңіз, толық ставкаға ауыстырылып, жалақыңыз 400.00 теңге болады. 250.00 теңге. Базарда 12 сағат істеп, ол 150.00-ді әрең алатын. Бұл еркіндік еді. Бұл жақсы бөлме жалдауға,
Рауанмен бір пәтерде тұрмауға, ескі құсқы емес, жаңа киім сатып алуға мүмкіндік береді. Болашаққа ақша жинауға болады. Мен келісемін, деді Ғабит нық дауыспен. Онда мына жерлерге қол қойыңыз. Оның есімін жазғанда қолы дірілдеді. Әріптер қисық шыққанымен, қойылған қол қағаз бетіне жаңа өмірдің мөріндей басылды. Келісім шарт. Жаңа өмір. Нұрила Болатқызы жымиды. Командамызға қош келдіңіз, Ғабит Лесбекұлы. Қазір мен сізді тікелей жетекшіңіз Асқар Петровичке апарамын. Ол сізді іспен таныстырады. 7-ші қабат салқын ауамен және компьютерлердің баяу гулімен қарсы алды. Open Space аласа қалқалармен бөлінген 15 жұмыс орны. Мониторлар көкшіл және ақ түспен жанып тұр. Экрандарда кодтар, кестелер, графиктер. Кофе мен жаңа техниканың иісі шығады. Ғабит бұрын мұндай жерде істемесе де, бұл иісті бірден таныды. Шыны қабырғаның арғы жағынан серверлік тіректер, жасыл оттары жыпылықтаған қара жәшіктер, компанияның жүйке жүйесі көрініп тұрды. Асқар Петрович елулердегі бурыл сақалы бар, ақ көңіл кісі болып шықты. Жұқа жиекті көзілдірік, жеңі түрілген тар көз жейде, джинсы ешқандай пафоссыз, нағыз кәсіби маман. Ал Ғабит пе? Ол қолын нық қысты. Нұрила Болатқызы айтқан. Пысық жігіт дейді. Көрейік. Осы соңғы бір жылда 3 жаңа маман шыдамай қашып кетті. Бірақ сені табанды дейді. Үмітіңізді ақтауға тырысамын, деді Ғабит. Өте жақсы. Асқар Петрович оны терезенің жанындағы бос үстелге апарды. 3 монитор, пернетақта, тышқан. Арман болған жұмыс орны. Отыр, үйрене бер. Қазір саған парольдерді беремін және бірден тапсырма жүктеймін. Оңай нәрсе, бірақ қалай ойлайтыныңды көрейін. 20 минуттан кейін Ғабит монитор алдында отырды, ал Асқар Петрович мәселенің мәнін түсіндірді. 9-шы қабаттағы 5 компьютер үнемі желіден ажырап қала береді екен. Әріптестері жұмыс істей алмай шағымданып жатыр. Баптауларын тексер, себебін тап. Міне компьютерлердің тізімі және олардың мекен жайлары. Іске кіріс. Ғабит басын изеп, жұмысқа кірісті. 1,5 сағат өтті. Ол мәселені тапты. 9-шы қабаттағы роутер ескі шифрлау протоколына бапталған екен. Ол компьютерлердегі қауіпсіздік жүйесінің жаңартуларымен қақтығыс тудырған. Шешімі қарапайым. Протоколды ауыстырып, құрылғыны қайта қосу. Ғабит істеді, тексерді. 5 компьютерде тұрақты жұмыс істей бастады. Асқар Петрович жақындап келіп, экранға қарады. Аха, жарайсың, тез бітірдің. Ол мақұлдап басын изеді. Көрдің бе, ең бастысы сасқалақтамай, жүйелі түрде тексеру. Сенің қолыңнан келеді. Ғабит іштей жылылық сезінді. Мақтау. Оның жұмысы үшін мақтау естімегеніне көп болған еді. Алғашқы күндер түс сияқты өтті. Айдың аяғында Ғабит жаңа ырғаққа үйрене бастағанда, ол Мақсат есімді жігітпен жолығып қалды. Бұл кофе автоматының жанында болды. Ғабит өзіне кофе құйып жатқанда, қасына қымбат костюм киген, шашы мұқият таралған ер адам тоқтады. Мақсат ұзын бойлы, сымбатты, жеңіске үйренген адамның кейпін танытатын. Сен жаңадан келдің бе? Деп сұрады ол тіпті таныспастан. Оның даусы даяшымен сөйлескендей менсінбей шықты. Иә, деді Ғабит бұрылып. Ғабит Ратников. Мақсат Туманов. Ол қолын созған жоқ. Сен туралы естідім. Базардан келген бала сен бе? Иә. Ғабиттің бұлшық еттері ширықты. Жүк тасушы болып істегенмін, егер соны айтып тұрсаң. Солай десе де болады. Мақсат мысқылдап өзіне кофе құйып алды. Қызық екен. Мен беделді техникалық университетті бітірдім. 2 үлкен компанияда істедім. Ал маған жарты жыл бұрын сенің лауазымыңды ұсынды. Маған 3 сұхбаттан өтуге тура келді, ал сені бір сұхбаттан кейін-ақ алыпты. Қызық, иә. Оның сөзінде өткір келемеш бар еді. Сәттілік шығар, деді Ғабит сабырмен. Сәттілік. Мақсат кофені дәмін сезе ішті. Көрейік, ол қанша уақытқа созылар екен. Бұл жәшік тасу жеткілікті болатын базар емес.
Мұнда ми, білім, принциптерді түсіну керек. Қанша уақыт шыдайтыныңды көреміз. Ол қоштаспастан бұрылып кетті. Ғабит қолындағы кофесімен тұрып қалды. Кофе оған жусаннан да ащы болып көрінді. Ол жұдырығын түйіп терең тыныс алды. Ол базарда, әскерде, көшеде қорлық көріп үйренген. Адамдардың оған жоғарыдан төмен қарағанына еті үйренген. Бірақ бұл ауырмайды деген сөз емес. Кешкі сағат 6:30-да Ғабит заттарын жинап қайтуға ыңғайланғанда телефонына хабарлама келді. Компанияның ішкі поштасынан Нұрила Болатқызы Қайыпова жазыпты. Ғабит Леспекұлы, қолыңыз босағанда менің кабинетіме кіріп шығыңызшы. Жүрегі су ете қалды. Бірдеңе бүлінді ме? Қателік жіберді ме? Әлде мақсат шағымданды ма? Жұмыстан шығара ма? Бәрі тым жақсы болып басталып еді. Ол дірілдеген аяқтарымен 23-ші қабатқа көтерілді. Нұрила Болатқызының кабинетінің есігін қақты. Кіріңіз. Ол кірді. Нұрила Болатқызы үстелде отыр екен, алдында құжаттар салынған папка жатыр. Жүзінде бір түрлі сезім бар. Қаталдықта емес, реніште емес, ол не сонда? Толқыныз. Отырыңыз, Ғабит Леспекұлы, деді ол жұмсақ үнмен. Ғабит тізесін қолымен қысып отырды. Мен сізбен жұмысыңыз туралы сөйлескім келіп еді, деп бастады Нұрила Болатқызы. Асқар Петрович сіз туралы өте жақсы пікір айтты. Тез үйренеді, бар күшін салып жұмыс істейді, тіпті ешкім сұрамаса да кешке дейін қалып жұмысын бітіреді дейді. Мен тек сенімді ақтағым келеді, деп күбірледі Ғабит. Сіз сенімді толық ақтап жатырсыз. Тіпті артығымен ол жымиды. Сондықтан басшылық бір шешімге келді. Ол сәл кідірді, Ғабит демін ішіне тартып қалды. Сынақ мерзімінен бұрын аяқтау туралы шешім қабылданды. Тыныштық. Ғабит көзін жыпылықтатты. Не? Әдетте сынақ мерзімі 3 айға созылады, бірақ қызметкер ерекше нәтиже көрсеткен жағдайда біз оны қысқарта аламыз. Сіздің жағдайыңызда 4 аптаға дейін. Егер осылай жалғастырсаңыз, 6 күннен кейін біз сізді толық ставкаға ауыстырамыз, жалақыңыз 400.000 теңге болады. Ғабит қозғала алмай отырып қалды. Бұл мүмкін емес. Бұл түс сияқты. Мұндай болмайтын еді. Мен түсінбедім, деді ол әрең дауыстап. Неге? Мен жақсы жұмыс істеп жатқанымды білемін, бірақ. Нұрила Болатқызы оған ұзақ әрі бір нәрсені бағамдағандай қарады. Сосын ақырын ғана. Неге деп сұрамаңыз. Мұны тиісті сый ретінде қабылдаңыз да, жақсы жұмыс істей беріңіз, деді. Ол әйелге қарап, бұл сөздердің артында не жатқанын түсінуге тырысты. Бірақ Нұрила Болатқызы оған бір парақ қағаз ұсынды. Мына жерге қол қойыңыз. Бұл сынақ мерзімін қысқарту туралы хабарлама. Ғабит қаламды алды. Қолы қатты дірілдегені сонша қолтаңбасы қисық шықты. Бірақ ол қол қойды. Кабинеттен шыққанда аяқтары қалтырап тұрды. Лифтке барып түймесін басты да, айнадай есіктен өз бейнесіне қарады. Жүзі қуқыл, көздері бақырайған. Басында тек бір ой. Бұл шындық па? Ол жауабын білмеді, бірақ жанның түкпірінде көптен бері ұмыт болған сезім оянды. Тек үміт қана емес, оған осы мүмкіндікті сыйлаған белгісіз біреуге деген алғыс. Және қорқыныш. Бұның бәрі түс болып шығып, тас жолдың гуілімен бірге ескі бөлмесінде оянып кетуден қорықты. Келесі аптада Асқар Петрович оны шақырып алды. Ғабит, бір тапсырма бар, деді ол сақалын қасып. 12-ші қабатта Есентай қызы еңліктің компьютері бұзылып қалыпты. Мониторы қосылмайды екен. Өзі видеокартадан көреді. Баршы, қарап жібер. Тек абайла, ол бас директордың қызы. Жас болса да өте ақылды қыз, 20-лардан асқан. Директор талдаушысы болып істейді. Математикалық ойлау қабілеті мықты. Сондықтан кәсіби деңгейде көрсет өзіңді. Ғабит басын изеді, бірақ іштей ширығып қалды. Түсіндім, Асқар Петрович. Қазір көтерілемін. 12-ші қабат оны тыныштықпен қарсы алды. Мұнда 7-ші қабаттағыдай ашық кеңістік емес, әйнекпен бөлінген жеке кабинеттер екен. Кілем төселгендіктен қадамдары дыбыссыз естіледі.
Ауасы да басқаша, салмақты, маңызды. Есіктің сыртында Лазарева, деректер талдаушысы деген жазу тұр. Ғабит есікті қақты. Жүрегі әдеттегіден қаттырақ соқты. Кіріңіз. Даусы өктемде емес, суықта емес. Жай ғана жас әйелдің аздап шаршаған даусы. Ғабит есікті итеріп ашты. Кабинет шағын болса да, өте жарық екен. Тұтас қабырғаны алып жатқан терезеден өзен көрінеді. Үстел үстінде математика, статистика және бағдарламалау туралы кітаптар. Қабырғада формулалар жазылған постер, ал терезе жанында теріс қарап бір бойжеткен тұр екен. Ол бұрылды. Иығына түскен қоңыр шаштары аздап бұйраланған. Бетінде бояуы жоқ десе де болады. Нәзік болса да, қимылынан ішкі ерік жігері байқалады. Сіз әд бөліміненсіз бе? Деп сұрады ол. Иә, деді Ғабит әрең. Асқар Петрович жіберді, компьютеріңіз қосылмай жатыр екен. Мониторы қосылмай тұр. Бойжеткен үстелден ары қарай шегінді. Мен видеокартасы күйіп кеткен шығар деп ойладым, бірақ сенімді емеспін. Ғабит басын изеп, үстелге жақындады. Орындыққа отыра беріп, оның өткірде тесіле қараған жанарын сезінді. Қолы дірілдеп кетті, ол саусақтарын айқастырып, өзін жинақтап алды. Кабельдерді тексеріп, жүйені қайта қосты. Монитор жыпылықтап барып, жанып кетті. Мәселе өте қарапайым екен. Қуат беретін кабель розеткадан ажырап қалыпты. Біреу аяғымен тиіп кеткен болуы керек. Бәрі дұрыс, деді Ғабит орындықпен кері шегініп. Тек кабель. Сол сәтте ол суретті көрді. Ол үстелдің шетінде күміс жақтауда тұр екен. Шеттері сәл бұлдыраған, асығыс түсірілген сурет. Суретте өртке оранған үй. Жалын шатырды шарпып жатыр, түтін аспанды жапқан. Ал үйдің алдында жасөспірім бала тұр. Беті кір қожалақ, ақшыл шаштары ұйпа-түйпа, көздері бақырайған. Қолдарында күйік ізі, қызыл жолақтар бар. Жейдесі жыртылған. Ол тізесіне сүйеніп, алқынып тұр. Ғабит суретке қарап тұрып, дүние шыр айналып кеткендей болды. Бұл өзі. Оның жүзі, оның қолдары. Оның. Сіз мені танымадыңыз ба, Ғабит Лесбекұлы? Еңліктің дірілдеген даусы оны есеңгіреуден оятты. Ғабит баяу түсіндегідей оған қарады. Ол бір ауыз сөз айта алмады. Тамағы түйіліп қалды. Сізде бұл сурет қайдан жүр? Осыдан 12 жыл бұрын, деп сыбырлады ол. Күмісбор коттедж қалашығындағы өрт. Сіз 10 жасар қызды 2-ші қабаттың терезесінен байланған жаймалармен түсіріп, ажалдан аман алып қалдыңыз. Естеліктер найзағайдай жарқ етіп, уақытты қақ бөліп жіберді. Ақпанның суық түні, аяз, қабырғаларды жеп жатқан өрт. Түтіннің қоюлығынан тыныс алу мүмкін емес еді. Аяқ астында қираған баспалдақ. Бөлмеде үстелдің астында бүрісіп отырған кішкентай қыз. Қонжықтары бар пижама киген, жүзі жастан суланған кішкентай қыз. Ол оны құшақтап алды. Жаймалар, түйіндер, терезе, астындағы қар, адамдардың айғайы және оның жүзі. Қорқыныштан бұзылған, бірақ тірі баланың жүзі. Ол сіз бе едіңіз? Деді Ғабит демін әрең шығарып. Иә, еңлік оған жақындады. Ол мен едім. Сіз менің өмірімді құтқардыңыз. Содан кейін жоқ болып кеттіңіз. Мен сізді іздедім. Әрқашан іздедім. Ғабит қозғала алмады. Ойлары шашырап кетті. Қалай таптыңыз? Суретті көршіміз, журналист түсіріп алған екен. Дәлірек айтсақ, бұл ескі телефонына түсірілген видеодан алынған кадр. Ол мұны жергілікті жаңалықтар порталындағы өрт туралы репортажында жариялаған. Мен оны 5 жыл бұрын, ес білген кезімде іздеп таптым. Еңлік тез әрі толқып сөйледі. Қолдары дірілдеп тұрды. Суретте сіз қырыңыздан түскенсіз, жүзіңіз көлеңкеде, бірақ мен сізді таныдым. Көздеріңіз. Мен сіздің көздеріңізді ұмытқан жоқпын. Әлеуметтік желілерден, дерекқорлардан іздеп көрдім, бірақ ештеңе шықпады. Сіз ғайып болғанда едіңіз. Ал бір ай бұрын кездейсоқ жүйесіне кіріп, Нұрила тәтеме есептер мен түйіндемелерді сұрыптауға көмектесіп жүріп, сіздің өтінішіңізді көріп қалдым.
Аты жөніңіз, туған күніңіз, суретіңіз. Содан соң бұл сіз екеніңізді түсіндім. Сосын мені жұмысқа алуды өтіндіңіз бе? Ғабит бұл сөзді механикалық түрде, біреудің мәтінін оқып тұрғандай айтты. Иә. Еңлік өтірік айтқан жоқ. Оған тура қарады. Мен әкемнен сізге мүмкіндік беруін өтіндім. Оған бәрін соңына дейін түсіндірген жоқпын. Ол менің сол үйде болғанымды, сіздің мені құтқарғаныңызды білмейді. Өгей шешем ол кезде әкеме бәрі дұрыс деп өтірік айтқан, ол іссапарда болатын, сенді. Мен өтіндім, ол маған сенді. Ал кейін сіз жұмысқа орналасқан соң, сынақ мерзімін қысқартып, жалақыңызды көтеруді де мен сұрадым. Бұның бәрі менің ісім. Тыныштық орнады. Ғабит тізесін құшақтап отырып, ішкі дүниесінің астан кестен болып жатқанын сезді. Намысы. Сен бұл жұмысқа өз еңбегіңмен келген жоқсың, олар сені аяды деп айғайлады. Бірақ жылдар бойғы күрестен шаршаған екінші жағы. Не айырмашылығы бар? Сен осы жердесің, сен тығырықтан шықтың деп сыбырлады. Мен бұлай болғанын қаламап едім, деді ол қарлығып. Өз еңбегіммен жеткім келген. Сіз лайықсыз. Еңлік оның жанына отырды, дауысы нық шықты. Ғабит Леспекұлы, мен сізге сұхбатқа келуге мүмкіндік бердім, бірақ ары қарай сіз өзіңіз жұмыс істедіңіз. Асқар Петрович күн сайын сізді мақтайды. Мұндай еңбек қорлықты 15 жылдан бері көрмегенін айтады. Бұл сіздің қолыңыз, сіздің басыңыз, сіздің еңбегіңіз. Мен тек есікті аштым, ал сіз өзіңіз кірдіңіз. Неге? Деп сұрады ол ақырын. Неге мені іздедіңіз? Рахмет айту үшін, деп жауап берді Еңлік қарапайым ғана. Және ол іркіліп қалды, бір нәрсемен қайтару үшін. Сіз менің өмірімді құтқардыңыз. Мен сізге алғыс айтқым келеді. Кез келген қалауыңызды айтыңыз. Пәтер, көлік, ақша. Менің мүмкіндігім бар. Біздің мүмкіндігіміз бар. Не десеңіз де орындаймын. Ғабит үнсіз қалды. Басында сан түрлі ойлар. Пәтер. Ол біреудің үйін жалдап тұрмай, өз үйіне ие бола алады. Ақша. Ертеңгі күнін уайымдамай жинай алады, Рауанға көмектесе алады. Көлік. Бұл тіпті күлкілі, ол ешқашан көлік айдап көрмеген. Бірақ ол Еңлікке қарады. Оның қолдарын айқастырып, төменгі ерні дірілдеп, көзінде бас тартпаса екен деген қорқыныш тұрғанын көрді де, оның ақшасын қаламайтынын түсінді. Ол борыштарлық сезіммен сатып алынған пәтерді де қаламайды. Ол, менімен кездесуге шығыңыз. Бұл сөздер ол ойланбастан аузынан шығып кетті. Еңліктің көздері бақырайып кетті. Не? Менімен кездесуге, свиданиеге шығыңыз деп қайталады Ғабит, даусы нықталды. Тек бір кеш, сонда біз есеп айырсамыз. Сіз шынымен айтып тұрсыз ба? Ол Ғабитке айға ұшуды ұсынған адамдай таңдана қарады. Шынымен. Ғабит терең тыныс алып, кенет жеңілдеп қалғандай болды. Мен сіздің ақшаңызды қаламаймын. Пәтерде, көлікте керек емес. Мен тек өзім құтқарған сол кішкентай қыздың кім болғанын білгім келеді. Сізді танығым келеді. Еңлік үндемеді. Бетіне қан жүгіріп, қызарып кетті. Жақсы, деді ол ақырын. Егер қаласаңыз, сенбі күні. Ғабит демін шығарды, демін ішіне тартып ұстап тұрғанын енді ғана сезді. Қалаймын. Онда сенбі күні. Ғабит 7-ші қабатқа қалай түскенін білмейді. Аяқтары өзі апарды. Ол үстеліне отырып, мониторға үңілді, бірақ ештеңе көрген жоқ. Көз алдында оның жүзі, мөлдір жанары, көз жасымен жымиысы тұрып алды. Мен не істеп қойдым? Деп ойлады ол, жүрегі атқақтап. Ол бас директордың қызы. Ол беделді мектептерде оқыған, шетелде демалған, мен тіпті армандай алмайтын әлемде өмір сүрген. Ал мен кіммін? Базардың жүк тасушысы, кезінде үйсіз қалған, аштан өлмеу үшін тамақ ұрлаған бейбақпын. 2001 жыл. Алматы. 70-ші жылдары салынған үйдің 5-ші қабатындағы 3 бөлмелі пәтер. Көк түсті түс қағаздары бар ас үй, түнде гүрілдейтін ескі тоңазытқыш. Терезе жанында пианино тұратын қонақ бөлмесі.
Мамасы бұл пианино оған әжесінен қалған нағыз отбасылық мұра екенін айтатын. Ғабит 8 жаста еді, дүние оған шексіз әрі мейірімді болып көрінетін. Анасы Сәуле Михайловна мектепте музыкадан сабақ беретін. Ұзын бойлы, нәзік, қолаң шашын өріп қоятын. Оның қолдарынан әрқашан иіс су мен мектептегі бордың иісі шығатын. Ол Ғабитті пианинода ойнауға үйретті. Кешкісін олар қатар отыратын. Анасының саусақтары пернелердің үстінде еркін қалықтап, жүректі елжірететін әуендер шығаратын. Көрдің бе, Гера, музыка бұл сөзсіз сөйлесу дейтін ол Ғабиттің епсіз қолдарын бағыттап. Сен тілің жетпейтін сезімді осымен айталасың. Осыны ұмытпа. Ол ұмытқан жоқ. Элизаға шығармасын мүдіріп ойнағанда анасының жымиып маңдайынан сүйгенін ұмытқан жоқ. Әкесі Леспек Львович зауытта инженер болып істейтін. Әкесі өте сабырлы, мейірімді адам еді, бәрін жөндеп жүретін. Розетка бұзылса да, радио істемей қалса да, бәрін қалпына келтіретін. Ғабит бір қысқы кешті есіне алды. Әкесі ескі радио қабылдағышты тауып әкелген. Олар ас үйде отырып, әкесі оған схемалардың қалай жұмыс істейтінін, тоқтың қалай жүретінін көрсетіп берді. Ғабит жартысын түсінбесе де, таңдана тыңдайтын. Әкесінің: балам, бәрін жөндеуге болады, ең бастысы, не бұзылғанын түсіну керек деген сөзі есінде қалды. Бұл нағыз бақыт еді, қарапайым, тыныш, байқалмайтын бақыт. Мұндай бақытты ол тек жоғалтқанда ғана түсінеді. Бір жылдан кейін анасына сұмдық диагноз қойылды. Обыр, рак. Екінші саты. Обыр деген сөз өте қорқынышты, жат сөз еді. Ғабит оның не екенін толық түсінбесе де, әкесінің бұл сөзді естігенде қалай қуқыл тартып кеткенін көрді. Емделу басталды. Химиялық терапиядан анасының жүрегі айнып, төсектен тұра алмай қалатын. Сәулеленуден кейін терісі күйік шалғандай қызарып кететін. Ғабит оның қалай жүдеп жатқанын, қолдарының жіңішкеріп кеткенін көрді. Шаштары түсіп, жастықта қалатын болды. Бір күні анасы әкесінен шашын толық алып тастауды өтінді. Әкесі жылап отырып алды, ал анасы оның қолын ұстап: ештеңе етпейді, Леспек, қайта өсет деп жымиды. Бірақ өскен жоқ. Әкесі дәрі-дәрмекке, жеке клиникаларға несие алды. Ақша судай ақты, бірақ ол тоқтамады. Артық жұмыс істеп, үйге шаршап келетін. Ғабит үйді жинап, тамақ жасап, анасының қасында отырып көмектесуге тырысты. Мама, жақсы болып қалдың ба? Деп сұрайтын ол дірілдеген дауыспен. Жақсымын, күнім деп өтірік айтатын анасы оның басынан сипап: жақында бәрі өтеді. Бірнеше айдан кейін терезе сыртында мамырлап қар жауып тұрғанда, анасы өз төсегінде мәңгілікке көз жұмды. Ғабит қол ұшын созып, анасына көмектесуге тырысатын. Үйді жинап, қарапайым тамақ пісіретін, анасы қиналғанда қасынан шықпайтын. Мама, тәуір болып қалдың ба? Деп сұрайтын даусы дірілдеп. Жақсымын, күнім. Деп өтірік айтатын анасы оның басынан сипап: жақында бәрі өтеді. Бірнеше айдан кейін терезе сыртында мамырлап қар жауып тұрғанда, анасы өз төсегінде мәңгілікке көз жұмды. Ғабит анасының қолын ұстап қасында отырды. Қолы әлі жылы еді, бірақ тынысы тоқтап қалған. Соғылуы тоқтаған сағаттай тып-тыныш. Әкесі бөлмеге кіріп, есік алдында ұзақ тұрды да: жүр, балам, деді ақырын. Жерлеу рәсімі боранды күні өтті. Ғабит өзіне үлкендік қылатын қара пальтосын киіп, табыттың жерге қалай түсірілгенін қарап тұрды. Қар табыттың бетін жауып жатқанда: мамама ол жерде суық қой деп ойлады. Айғайлап тоқтатқысы келді, бірақ тамағы түйіліп, сөз шықпады. Екеуі жалғыз қалды. Үй іші тым-тыныш болып кетті, тіпті түнде көрші бөлмеде әкесінің қалай жылағаны естілетін. 2 жылдан кейін әкесі Жанна есімді әйелмен танысты. Ол әкесінен 5 жас кіші, сұлу, бірақ күлкісі жанарына жетпейтін суық адам еді. Ғабит бірден бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді. Жанна оған жағымпазданып, сыйлықтар әкелетін, бірақ мұның бәрі есеппен жасалып жатқандай көрінді. Әкесі мұны көрмеді немесе көргісі келмеді. Ол жалғыздықтан қажыған еді, ал Жанна оған жалған жылулық ұсынды. Жарты жылдан кейін олар үйленді. Жаннаның қарыздары көп еді, үйлене сала жұмысын тастап: мен үй шаруасымен айналысамын деді.
Басында бәрі жақсы сияқты көрінген. Бірақ біртіндеп Жаннаның шынайы бет бейнесі көріне бастады. Ол жаңа жиһаз, қымбат киімдер талап етті. Әкесі несие алып күні-түні жұмыс істеді. Бірде таңғы ас кезінде Жанна пианино туралы сөз қозғады. Бұл неге тұр мұнда? Орын алып жатыр. Сатып жіберіп, орнына жақсы диван алайық. Ғабит қатып қалды. Бұл анамның пианиносы, деді ақырын. Анаң баяғыда өлген, деп кесіп айтты Жанна. Оған бұл енді керек емес. Әкесі үндемеді. Бір айдан кейін Ғабит мектептен келгенде пианиноның орны бос тұрғанын көрді. Әке, пианино қайда? Саттық, балам. Ақша керек болды. Жаннаныкі дұрыс, ол тек орнын алып тұрды. Ғабит бөлмесіне кіріп, таң атқанша жастықты құшақтап үнсіз жылады. Ол анасын екінші рет жоғалтқандай болды. Жанна Ғабитті әкесіне үнемі жамандайтын. Ол мені жек көреді, Леспек. Мен барымды салып жатырмын, ал ол маған қарағысы да келмей. Дөрекілік көрсетеді. Бұл өтірік еді. Ғабит дөрекілік көрсетпейтін, тек үндемейтін. Бірақ әкесі әйеліне сенді. Шаршау мен қарыздар оның ақ пен қараны ажырату қабілетін жойған еді. Сөйтіп, әке мен бала арасында жанжал жиіледі. Ғабит мектептегі компьютер үйірмесінен пана тапты. Сосын бір күні әкесі жұмысынан 1,000 теңге сыйақы алды. Ол ақшаның бір бөлігін Ғабиттің бағдарламалау курсына жұмсамақ болған. Бірақ ақша жоғалып кетті. Төртінші күні Жанна ол ақшаны Ғабиттің төсегінің астынан тауып алды. Әкесі бөлмеге атырылып кіріп, ақшаны үстелге лақтырды. Бұл не? Білмеймін, әке. Бұл жерде қайдан жүргенін? Өтірік айтпа. Сен оны ұрлап алдың. Сен нашақорлармен араласып жүрсің. Жанна есік алдында тұрып, жеңіске жеткендей жымиып тұрды. Ғабит бәрін түсінді, оны Жанна әдейі орға жыққан еді. Үйден кет, деді әкесі суық дауыспен. Сені енді көргім келмейді. Сен менің ұлым емессің. Ғабит рюкзагын жинап, қарашаның суық түнде далаға шығып кетті. Көшедегі өмір тозақ. Ол жертөлелерде қонды, супермаркеттерден нан ұрлады. Бірде оны жас өспірімдер ұрып кетті. Ғабит қарсыласпады, тек бүрісіп жата берді. Намысы аштықтан да жаман қинайтын. Қыс қатты болды. Бір қаңғыбастың кеңесімен ол қала сыртындағы саяжайларға барды. Солай Күмісбор қалашығына жетті. Соғылып бітпеген бір үйге кіріп, темір бөшкеге от жағып, консервілермен қоректенді. Ол ұрыға айналды. Бұл ой оны түнде мазаламайтын, ол тек аман қалудың қамын ойлайтын. Сол бір ақпан түні. Көрші зәулім үй өртеніп жатты. Адамдар айғайлап жүр. Еңлік қалды. Ол іште. Деген дауысты естігенде, Ғабит анасының адамдарға көмектес, бұл сені адам етет деген сөзін есіне алды. Ол үйге кірді. Түтін өрт. Екінші қабатқа шығып, бұрышта бүрісіп отырған қызды тапты. Баспалдақ құлап қалғандықтан, ол жаймаларды бір-біріне байлап, қызды терезеден түсірді. Сосын өзі де секіріп түсті. Адамдар қызды қоршап алғанда, Ғабит полициядан қорқып, қараңғылыққа сіңіп, қашып кетті. Ол түнде оның ішінде бір нәрсе өзгерді. Ол өмірінде алғаш рет біреуді құтқарды. Қазіргі уақытқа оралсақ. Сенбі күнгі кездесу өте ерекше өтті. Еңлік қарапайым көйлек киіп келіпті. Олар саябақта серуендеп ұзақ сөйлесті. Еңлікте өз өмірінің оңай болмағанын, өгей шешесінің суықтығын айтып берді. Біз екеуміз де жақсы көрмейтін үйлерде өстік, бірақ біз сынбадық, деді ол. Уақыт өте келе, Ғабит пен Еңлік жасырын кездесе бастады. Бірақ Мақсат Туманов мұны сезіп, Ғабиттің өткенін қазбалай бастады. Ол Ғабиттің қаңғыбас болғанын, саяжайларды тонағанын біліп қойып, бұл туралы компанияның қауіпсіздік қызметіне анонимді хат жазды. Ғабитті қауіпсіздік бөліміне шақырды. Ол жасырмай, бәрін ашық айтты. Иә, мен ұрлық істедім. Аман қалу үшін істедім. 17 жасымда көшеде қалдым. Егер жұмыстан шығарсаңыздар, өз еріктеріңіз. Бірақ мені сол кездегі ісіммен бағаламаңыздаршы.
Нұрила Болатқызы мен бас директор Григорий Савельевич Ғабитке сенді. Григорий Савельевич оны кабинетіне шақырып: «Мен саған сенемін. Бірақ мақсат сияқтылар сені жайыңа қалдырмайды. Сондықтан саған бір ұсынысым бар. Еуропаға барып 2 жыл магистратурада оқып кел. Оқу ақысын компания төлейді. Сен ол жақтан мықты маман болып оралғанда, ешкім сенің бұл жерде біреудің арқасында жүргеніңді айта алмайды» деді. Ғабитпен еңлік қоштасты. 2 жылдық айырылысу оңай болмады, бірақ еңлік оны күтетініне уәде берді. Кетер алдында Ғабит ескі үйіне барды. Есікті жанына ашты. Ол әбден тозған, жалғыз қалған екен. «Мені кешір, Ғабит», деп жылады ол. «Мен сізді кешірдім. Бірақ сіз үшін емес, өзім үшін. Бойымдағы кекпен өмір сүргім келмейді», деді Ғабит. Ол тіпті өлер алдында өзін іздеп, өкінішпен кеткен әкесін де кешірді. 2 жылдан кейін Шереметьево әуежайы. Ғабит ұшақтан түсті. Ол енді баяғы жүк тасушы емес, білімді, тәжірибелі маман. Күтіп алу залында еңлік тұрды. Олардың қауышуы өте әсерлі болды. Барлық сағыныш бір поцелуймен ұмытылды. Үйлену тойы Күмісбор маңында, өзен жағасында өтті. Қарапайым, бірақ өте жылы той болды. Рауан да келді. Ол Ғабит берген ақшаға курс оқып, қазір жақсы шеберханада жұмыс істейді. Тойдың соңында Ғабит пен еңлік жағада отырып, күннің батқанын тамашалады. Еңлік аяғы ауыр екенін, жақында сәбилі болатындарын айтты. «Біз оған әкесінің анасын қалай құтқарғанын айтып береміз бе?» деп сұрады еңлік. «Және анасының әкесін қалай үмітсіздіктен құтқарғанын да айтамыз», деп жауап берді Ғабит. Өмір қаншалықты қатал болса да, ол әрқашан жаңадан бастауға мүмкіндік береді. Ең бастысы, адамдық қалпыңды сақтап қалу. Әңгіме аяқталды. Егер сізге ұнаса, осындай тағы да басқа оқиғалармен бөлісе аламын.